Сәлеметсіздер ме, құрметті менің тыңдармандарым. Бүгінгі ертегі сіздерге ұнайды деген ойдамын. Олай болса, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Түйме қыз. Ертеде бір жалғыз басты әйел өмір сүріпті. Ол қатты бала сүйгісі келетін, бірақ баланы қайдан алсын? Сол үшін әйел бір сиқыршы кемпірге келіп, былай деп өтінішін білдірді. Мен бала көргім келеді. Сіз маған көмектесе аласыз ба? Баланы қайдан алсам екен? Сол да сөз бе, деді сиқыршы. Мә, мынау арпаның дәні. Ал, бірақ бұлдан ерекше дән. Алқаптарда өспейтін, тауықтарға шашылмайтын, бұл арпаның дәнін апарып гүл құмыраға ексең, кейін не боларын көресің. Алғысым шексіз сізге, деді де әйел сиқыршыға 12 теңге санап берді. Сонымен әйел үйіне бара салып, әлгі сиқыршы кемпір берген арпа дәнін гүл құмыраға егіп еді. Сол мезетте қызғалдаққа ұқсас үлкен бір әсем гүл өсіп шыға келді. Бірақ ол әлі бүршік қалыпта болып, күлте жапырақшалары ашыла қоймаған еді. Әйел, не деген ғажап қызғалдақ еді, деді де әдемі сары жолақты қызыл күлтешелерді сүйіп алды. Осы сәтте гүл бүлк етті де гүлдің барлық күлте жапырақшалары жайылып ашылды. Сөйтсе, бұл нағыз қызғалдақ екен. Ал гүлдің тостаған жасындағы кішкентай жасыл орындықта шынашақтай ғана қыз бала отыр екен. Өзі сондай нәзік, әрі кіп-кішкентай түймедей ғана болды. Сол себепті оны түйме қыз деп атап кетті. Түйме қыз үшін жаңғақтың жылтыр қабығы бесік, көгілдір майда гүл төсек болып, раушан гүлдің күлте жапырақшасы болса, жамылғы болуға жарады. Раушан гүлдің күлте жапырақшасы болса, жамылғы болуға жарады. Қыз бала түнде өз бесігінде ұйықтап, ал күндіз үстел үстінде ойнап, уақытын көңілді өткізетін. Әйел түйме қызға арнап үстел үстіндегі табақшаға су құйып, оның жиегін гүлдестемен әсемдеді. Гүл сабақтары суға малынып, ал ыдыс жиегінде қызғалдақтың жалпақ күлте жапырақшасы қалқып жүрді. Түйме қыз гүлдің күлте жапырақшасын қайық етіп, табақшаның бір шетінен келесі шетіне жүзіп, ескек ретінде жылқының 2 ақ қылын пайдаланды. Бұл бір тамаша көрініс еді. Түйме қыз нәзік, әрі жіңішке даусымен ән де шырқай алатын. Мұндай әсем дауысты бұрын соңды ешкім естімеген болатын. Бірде түйме қыз майдагүл жамылып, жайбарақат өз бесігінде ұйықтап жатқанда, түннің бір уағында терезенің сынып қалған жерінен ішке қарай су болып, балбанақтай ұсқынсыз бір бақа ыршып кірді. Сөйтті де дәл бесік тұрған үстел үстіне бір-ақ қарғып шықты. Жолым болды, ұлыма әдемі қалыңдық табылды, деп бақа қызды жаңғақ бесігімен бірге көтеріп алды да терезеден бақшаға бір-ақ ырғып шығып кетті. Бақшаның маңында үлкен өзен ағып жататын. Сол өзеннің батпақты жағасындағы балдырлар арасында кәрі бақа мен оның ұлы мекендейтін. Бақаның баласы да шешесінен аумай қалған ұсқынсыз бір ширкеніштеді. Бақ деп бақылдауды ғана білетін. Ол жаңғақ бесіктегі шынашақтай қызды көргенде де айтқаны сол болды. Тыныш, оянып кетсе, бізден қашып кетер, деп ойбай салды да кәрі бақа. Қыз аққудың мамығынан да жеңіл екен. Өзің ортасында өсіп тұрған ақ тұңғиық гүлінің қауғадай жапырағына жайғастырайық. Бұл дегенің шынашақтай қыз үшін үлкен аралмен тең. Біз барып үйімізді ретке келтіргенше қашып кете алмас. Ол жерде екеуің әлі талай қызықты өмір кешерсіңдер. Ұлым, өзенде жапырақтары су бетіне жайылған ақ құмырадай тұңғиық гүлдері өсетін. Ең үлкен жапырағы бар тұңғиық жағадан шалғай еді. Кәрі бақа әлі ұйқыда жатқан түйме қыздың бесігін қолтығына қысып, өзеннің ортасындағы тұңғиықтың жапырағына жүзіп барды да оны сол жерге қалдырды. Байғұс түйме қыз ертеңгісін ояна салып, қайда тап болғанын түсінгенде еңіреп жылап жіберді. Айналасы қоршаған су, жағаға шығу мүмкін емес еді.
Ал кәрі бақа болса балдыр басқан батпақтағы үйін қамыс құрақпен гүлмен әшекейлеп жас келінді жаңа отауға кіргізуге кірісті. Ол ұсқынсыз ұлын ертіп, жапырақта жылап отырған Түймеқызға жүзіп келді. Ол қыздың бесік керуетін қалыңдықтың болашақ жатын жайына әкетпек болды. Кәрі бақа қыздан төменірек су бетінде отырды да былай деді: "Мынау менің ұлым, сенің болашақ күйеуің. Екеуің біздің балдыр басқан батпақ аулымызда әлі жараспақ кетесіңдер." Бақ деп тағы да бақылдады ұлы. Олар Түймеқыздың керуетшесін алды да үйлеріне жүзіп кетті. Қыз болса жасыл жапырақ үстінде жападан жалғыз өксіп жылап қала берді. Әрине, ол жиіркенішті кәрі бақаның үйіне тұруға және оны сүйкімсіз ұлына күйеуге шығуға мүлдем қарсы еді. Осы уақытта су астында жүзіп жүрген шабақтар кәрі бақаны ұлымен бірге көріп, әңгімесін де естіп қалып, шынашақтай қалыңдықты көру үшін су бетіне бастарын шығарып қарады. Осындай сүйкімді Түймеқыздың қайдағы бір ұсқынсыз бақалардың балдыр басқан батпағында тұруы өте аянышты болып көрінді. "Мұндайға жол беруге болмайды", десті олар. Сөйтіп шабақтар шынашақтай қыз отырған жапырақтың су астындағы сабағына айнала жиналды да оны тістерімен кеміре бастады. Сабағынан үзілген жапырақ ағыспен алысқа аға жөнелді. Енді бақалар Түймеқызды қуып жетуі мүмкін емес еді. Осылайша Түймеқыз жапырақ үстінде әдемі жағалаулар бойымен жүзе берді. Оны көрген кішкентай құстар тамсанып былай да ән шырқады: "Шынашақтай болған қандай сүйкімді қыз!" Түймеқыз отырған жапырақ ағыспен қалғып, ақыры бақалар батпағынан да алыс ұзап кетті. Жол бойы қызды айналшықтап бір әдемі көбелек ұшып жүрді. Сол көбелек қыз жүзіп бара жатқан жапыраққа келіп қона кетті. Себебі ол да Түймеқызды ұнатып қалғанды. Қыздың қуанышына шек болмады. Енді ұсқынсыз бақа көрінбей артта қалды. Ал айнала болса сондай керемет еді. Су бетінде түскен күннің сәулелері алтындай жарқырап тұрды. Түймеқыз өз белбеуін шешіп, бір шетін көбелекке орап, екінші шетін жапыраққа байлап еді. Жапырақ қайығы одан сайын жылдамырақ жүзді. Бір кезде қастарына зауза қоңыз ұшып бара жатып, қызды көріп қалды. Сөйтіп әлгі зауза қоңыз қызды белінен қапсыра құшақтап алып, ағашқа қарай ұша жөнелді. Ал жапырақ пен оған байлаулы көбелек болса ары қарай ағып кете барды. Зауза қоңыз қызды құшағына ала салып, ағашқа қарай ұшып бара жатқанда байғұс қыз қатты қорқып кетті. Бірақ Түймеқыз бәрінен бұрын өзенде жапыраққа байлаулы қалған көбелек үшін қатты уайымдады. Бейшара, белдеуден босай алмаса, аштан өледі ғой. Ал зауза қоңыз болса, оның бірін де сезер емес. Зауза қоңыз Түймеқызды алып, ең үлкен жапыраққа қонды. Қызды тәтті гүл шырынымен тамақтандырды да, оның зауза қоңыздарға ұқсамаса да керемет сұлу екенін айтып, көркіне тамсанды. Көп ұзамай әлгі ағашта тұратын өзге де зауза қоңыздары келе бастады. Олар қызды бастан аяқ сынап қарап, қоңыз ханымдар болса мұртшаларын жыбырлатып, пыш-пыш етіп, "Мынаның аяғы екеу-ақ екен, аянышты көрінеді ғой өзі. Тіпті өзінің мұртшалары да жоқ қой, белі тым қыпша екен, түх, адам секілді ғой өзі, қандай ұсқынсыз", деп шуласты қоңыз ханымдар. Негізінде Түймеқыз өте сүйкімді болатын. Мұны о баста өзі ұнатып әкеткен зауза қоңыз да білетін. Бірақ көпшілік зауза қоңыздары оны көріксіз деп жабыла жақтырмағаны үшін қызды одан әрі ұстағысы келмеді. Қайда барса онда барсын деп одан бас тартты. Сөйтіп зауза қоңыз қызды қаусыра құшақтап алып, ағаштан ұшып түсті де оны түймедақ гүлінің үстіне қалдырып кетті. Қыз болса өзінің соншалықты ұсқынсыз екенін, тіпті зауза қоңыздары да оны өз орталарына қабыл алмағандарын ойлап, ағыл-тегіл болып жылады. Ал шындығында Түймеқыз жаратылысы бойынша өте әдемі, мейірімді, талдырмаш ару қыз еді. Ол раушан гүлдің күлте жапырақшасындай нәзік те әсем болатын. Сөйтіп, жападан жалғыз қалған Түймеқыз жаз бойы орманда өмір сүрді. Ол өзіне шөптің сабақтарынан керуетше тоқып алды да, оны жаңбыр суы тимес үшін үлкен түйе жапырағының астына іліп қойды. Түймеқыз тәтті гүл тозаңымен қоректеніп, жапыраққа қонған таңғы шықты сусын етті. Уақыт болса өтіп жатты.
Осылайша жаз да күз де өтіп, ұзақ та қаһарлы қыс келіп жетті. Әнші құстардың барлығы жылы жаққа кетіп, шөп пен гүл біткеннің түгелі қурады. Түймеқызға күн мен жауында ғана пана болған үлкен рауға жапырағы да сарғайып қурап, сабағы ғана қалды. Қыз күн өткен сайын қатты тоңатын болды. Себебі оның киімінің де тозығы жетіп, жырым-жырым болып қалғанды. Оның үстінде өзі шынашақтай ғана нәп-нәзік болған соң, мұндай суыққа төзу мүмкін болмады. Жапалақтап қар да жауды. Аспаннан түскен әрбір қар ұшқыны қыздың денесіне түскен күрек толы қармен бірдей еді. Қурап қалған жапыраққа оранып көріп еді, бірақ ол да қақ ортасынан жыртылып мүлдем жылытпады. Суықтан тоңған қыз қалшылдап, дір-дір етіп тұрды. Қыз тұрған орман маңында егіні жиналған бір алқап бар болатын. Астық өз уақытында жиналып қойғандықтан, қазір бұл жерде тек қураған егін сабақтары сояудай болып шошайып тұрды. Түймеқыз үшін бұлар да үлкен ормандай көрінді. Суық болса сыздатып, сүйектен өтіп, байғұс қызды шыдатпай барады. Сөйтіп жүріп, ол дала тышқанының ініне тап болды. Есігі құрғақ шөп шаламмен жабылған тесік екен. Дала тышқанының жағдайы жақсы, молшылық пен баршылықта, жылы жұмсақта тұрып жатқанды. Оның барлық қамбалары аузы-мұрнынан шыға астыққа толып, оған қоса асханасы мен қоймасы да жинаған қорекке лық толып тұрды. Түймеқыз қайыршыдай қолын созып, арпа дәнінің бір сынық түйірін сұрады. Себебі ол 2 күн бойы әлі нар татпағанды. «Ой, байғұсым-ай», деді дала тышқаны. Ол негізінде қайырымды кемпір тышқан еді. «Кіре ғой, жылынып ал, менімен бірге ас іш». Қыз қария тышқанға ұнап қалды. «Менімен бірге қыстап шығуыңа болады, тек бөлмелерімді жинап, маған ертегілер айтып берсең болғаны. Мен кемпір, ертегі тыңдауды жанымдай жақсы көремін ғой», деді дала тышқаны. Түймеқыз да бұл ұсынысқа келісе кетті. Дала тышқанының айтқанын бұлжытпай орындап, екеуі бірге тату тұрып жатты. «Жақын арада бізге қонақ келеді», деді бірде кемпір тышқан. «Көршім әдетте маған аптасына бір рет соғып тұрады. Ол менен де бай, бақуатты, үйінің бөлмелері де өте кең, кигені керемет мақпал тон. Соған күйге шықсаң ғой, тамаша өмір кешер едің. Оның бір ғана кемшілігі соқырлығы. Сені мүлдем көре де алмайды. Бірақ сен оған білетін бар қызықты ертегілеріңді айтсаң, сол жетіп жатыр». Алайда қыз бұл әңгімеге ешбір құлақ аспады. Дала тышқанының көршісіне күйеуге шыққысы да келмеді. Өйткені ол көр тышқан еді. Күндердің бір күнінде айтқандай-ақ көршісі дала тышқанына қонаққа келді. Үстінде қара мақпал тоны, өзі ауқатты да білімді көрінді. Дала тышқанның айтуынша, көртышқанның үй жайы бұдан 20 есе кең болыпты. Алайда көртышқан күлімдеген күннің көзінде жайнаған гүлдерді де жақсы көрмейді. Және ол туралы әңгімелерді де жаратпады. Себебі ол өмірінде жарық дүние көрмеген ғой. Қыздың ән шырқауына тура келді. Ол ұша бер, ұш, зауза қоңыз және де көгал кезден тақуа деген 2 әнді айтты. Қыздың нәзік даусымен салған әнін көртышқан кәдімгідей ұнатып қалды. Бірақ тіс жарып ештеңе айта қоймады. Себебі көртышқан өзінше маңғазда кербез мырза болатын. Көп ұзамай көртышқан өз үйінен көршісінің қақпасына дейін ұзын әрі кең етіп дәліз қазып шықты да, тышқан мен қыз емін-еркін серуенге жол ашып қойды. Сосын көртышқан көршілерінен дәлізде жатқан құс өлімтігінен қорықпауларын өтініп ескертті. Ол кәдімгі қауырсыны мен тұмсығы бар құс екен. Жуырда өлсе керек. Дәл көртышқан қазған дәліз маңында көмілген екен. Көртышқан ағаш шіріндісін аузымен тістеп алып, ұзын да қараңғы дәліз бойымен алға қарай адымдап жолды көрсетіп келеді. Шірінді ағаш дәліз ішінде кәдімгі майшам жаққандай жарық етіп жіберді. Олар құс жатқан жерге жеткен кезде көртышқан жуан тұмсығымен дәліздің төбесін түртіп қалып еді, ішке жарық сау етті. Дәліздің қақ ортасында жатқан құс қарлығаш екен. Оның әдемі қанаттары суықтан денесіне жабылып қалыпты. Аяқтары да басы қауырсыннан көрінбейді. Бейшара құс шынымен де суыққа тоңып өлсе керек. Қыз қарлығашты қатты аяп кетті. Жаз бойы ән шырқайтын бұл сүйкімді құстарды жақсы көріп қалған еді. Көртышқан болса мыртық аяғымен құсты итеріп тастады да. Әйтеуір енді бұл
шиқылдамайтын шығар. Шымшық болып туған соң хәлің осы. Жаратқанға шүкір, менің балаларымның басына мұндай жағдай түспес. Құс болып шиқылдағаннан не пайда? Қыста арам қатып өліп жатсаң, деді. Иә, дұрыс айтасың көрші. Ақыл-нақыл естудің өзі бір ғанибет қой, деді дала тышқаны. Бос шиқылдаудан не пайда? Ол қыста жылу мен қорек бола ма? Әрине, болмайды. Түймеқыз бір ауыз сөз айтпады. Тек көршілер құс өлігінен теріс айналғанда құстың қауырсындарын сырып, жұмылып жатқан көзін сүйіп алды. Бәлкім, былтыр жазда шырқап жүрген құс сен шығарсың. Сол кезде маған керемет шаттық сыйлап едің, әнші құс, деп ойлады қыз. Көртышқан әлгі өзі тескен төбедегі тесікті бітеп, бикелерді үйлеріне шығарып салды. Қыз болса қарлығашты ойлап түнімен ұйықтай алмады. Ол төсегінен тұрып құрғақ шөп шаламен үлкен алаша тоқыды. Құсты сол алашаға орады да дала тышқанының қалған-құтқан мамықтарын алып, жерден сыз өтпей жылы жатсын деп айналасын қымтап жауып шықты. Қош бол, сүйкімді құс, деді түймеқыз. Қош бол, жасыл желек, күн шуақты жазды күндері маған шырқаған әндерің үшін үлкен рахмет. Сөйтті де түймеқыз басын құстың кеудесіне қарай иіп отыра қалды. Кенет шошып кетті. Ішінде бірдеңе дүрсіл қағып жатты. Сөйтсе бұл соға бастаған құстың жүрегі болып шықты. Ол әлі тірі екен. Тек қана суық өтіп сіресіп қатып қалған. Бойына жылу тарағаннан кейін есін жия бастапты. Әдетте қарлығаштар күзде жылы жаққа ұшып кететін. Егерде кейбіреу кешігіп үлгермесе, суықтан сіресіп қатып қалғандықтан жерге сұлық құлап, құс қар астында қалып қояды екен. Қыз қорыққанынан қалтырап кетті. Қанша дегенмен қарлығаш түймеқызбен салыстырғанда алып болып көрінді. Ол қорқынышын басып, қайта қарлығаштың денесін қымтай түсті. Жүгіріп барып, өзі жамылып жүрген жалғыз жапырағымен құстың басын орай бастады. Келесі түні түймеқыз тағы да қарлығашқа жасырынып келді. Құс бейшараның жаны кіріп қалған екен, бірақ әлі де әлсіз болып көрініп жатты. Қызға көзін әлсірей ашып қарады. Оның қолында шірінді шам ғана бар болатын. Саған айтар алғысым шексіз, қайырымды қыз, деді науқас қарлығаш. Бойым әбжептеуір жылынып қалды. Енді көп ұзамай сауығып көкке самғармын. Ол не дегенің? Қазір күн қатты суық, қарда борап тұр, деді қыз. Дұрысы жылы жерде бола тұр. Мен сені бағып қараймын. Түймеқыз гүлдің күлте жапырақшасына су құйып құсқа келді. Құс қанып ішті де қызға өзінің тікенді бұтаққа қанатын жарақаттап алып, басқа құстармен бірге жылы жаққа кете алмағанын, жерге қалай құлап түскенін айтып берді. Одан әрі не болғанын, мұнда қалай тап болғанын білмеді. Осылайша қарлығаш сол жерде қыстап шықты, ал түймеқыз болса оған барынша күтім жасап бағып қақты. Бұл жөнінде дала тышқаны да көртышқан да білмеді, себебі олардың құсты жаратпайтыны белгілі ғой. Көп кешікпей көктем де келді. Күн шуағы айналаны қыздыра бастағанда қарлығаш қызбен қоштасты. Түймеқыз оған көртышқан жасаған тесікті ашып берді. Тесіктен күн шуағы саулап тұрды. Қарлығаш қыздан бірге кетуге қалай қарайтынын сұрады. Арқасына отырып алса жап-жасыл орманға бірақ жетер еді. Бірақ түймеқыз дала тышқанын тастап кеткісі келмеді. Тышқан әжейдің қатты қамығатынын білді. Жоқ, олай істеуге болмайды, деді қарлығашқа. Ендеше қош, қайырымды түймеқыз, деді де қарлығаш аспанға пыр етіп ұша кетті. Түймеқыз болса құстың соңына қарап көз жасы мөлтілдеп қала берді. Ол құсқа қатты бауыр басып қалған еді. Шыр етіп ұшқан қарлығаш жасыл орманға сіңіп жоқ болды. Қыз үшін нағыз көңілсіз күндер басталды. Енді оған тіпті күн көзіне шығуға да рұқсат болмады. Егін алқабының масағы жайқалды. Шынашақтай қыз үшін ол ну ормандай көрінді. Жаз бойы өз жасауыңды дайындау керексің, деді тышқан кемпір оған. Сөйтсе, мақпал тонды томсырайған көрші түймеқызға құда түсіп кетіпті. Жасауының барынша мол болғаны жақсы, кейін дәулетті көртышқанға күйеуге шыққан соң ештеңеден де тарықпайтын боласың. Сөйтіп қыз күні бойы жіп үйірмен болса, ал тышқан кемпір 4 өрмекшіні жалдап күні-түні мата тоқытты. Күн сайын кешқұрым көртышқан дала тышқанына келіп алып, жуырда жаз бітіп, күннің ыстығы қайтатынын айтып, мылжыңдап отыратын. Жер бетін күйдіретін аптап ыстықтың лебі басылысымен күзге қарай неке той болатын болды.
қыз болса бұған ешбір қуанбады, себебі оған соқыр көртышқан мүлдем ұнамайтын. Түйме қыз күнде таң атарда және күн батарда тышқан үнінен басын шығарып сыртқа қарап жүретін. Кейде жел тұрып, масақтар иілгенде көк аспанды көре алатын. Шіркін, жарық дүние, еркін өмір қандай жақсы еді деп ойлап, қарлығаш есіне түсіп кетті. Қыз сол сәтте құсты қатты көргісі келді, бірақ қарлығаш көріне қоймады. Бәлкім қазір ол алыстағы жасыл орманда жүрген болар. Күзге қарай түйме қыздың жасауы түгел дайын болды. Бір айдан кейін сенің неке тойың болады, деді кемпір тышқан. Түйме қыз болса бұған жылап жіберді де, соқыр көртышқанға тұрмысқа шыққысы келмейтінін айтты. Бұл дегенің ақымақтық қой, деді кемпір тышқан. Еркелігіңді қоймасаң қыршып аламын. Көрдің ғой өткір тістерімді. Ол саған керемет күйеу болады, біле білсең. Ондай мақпал тон патшайымның өзінде де жоқ. Ал қоймасы мен асханасы болса дәнге толы. Мұндай күйеу кезіктіргеніңе жаратушыға рахмет айт. Сонымен неке тойы болар күні де келіп жетті. Көртышқан қалыңдығын алып кету үшін көршісінің үйіне келді. Енді қыз көртышқанның етегін ұстап, терең жер астындағы інін отау етіп, өмір бойы күн көзін көрмей өтуге мәжбүр болды. Өйткені көртышқан күн сәулесін жек көрді. Сондықтан да түйме қыз үшін жарық әлеммен мәңгілікке қоштасу өте ауыр болды. Бұрындары дала тышқанмен бірге анда-санда болса да жер бетіне шығып тұратын еді. Сөйтіп тағдырына көнген түйме қыз күн көзін соңғы рет көруге сыртқа шықты. Далада егін жиналып, қураған дән сабақтары ғана сорайып қалған екен. Қыз іннен алысырақ барды да күнге қолын созып тұрып, «Қош, енді жарық күн қош бол», деді. Сосын титімдей ғана қолымен жақын маңда өсіп тұрған кішкене қызыл гүлді құшып, «Егер сүйкімді қарлығашты көріп қалсаң, менің атымнан иіліп сәлем ет», деді ол. «Шыр-шыр», деді кенет төбесінен бір құс. Түйме қыз басын көтеріп қараса, өзі бағып қаққан қарлығашы екен. Қарлығаш та қызы көре сала қуанып кетті. Қыз болса ағыл-тегіл жылап, жексұрын көртышқанға күйеуге шыққысы келмейтінін және де күн сәулесі түспейтін жер астында өмір сүре алмайтынын айтып шағымданды. «Күн суытып, қыста таяп келеді», деді қарлығаш. «Мен болсам алысқа, жылы өлкелерге кеткелі жатырмын. Менімен сол жаққа ұшқын келе ме? Арқама отырсаң болады, тек белбеумен мықтап бекініп алсаң болғаны. Біз соқыр көртышқаннан өте алысқа кетеміз. Көк теңіздердің арғы жағында күн сәулесі мол, әрқашан жазы жайқалған әрі гүлдері тербелген өлкелер бар. Кеттік, қайырымды түйме қыз. Сен де мені қыста суықтан құтқарып қалған едің ғой». «Я, әрине, мен сенімен ұшамын», деді түйме қыз. Құс арқасына жайғасып, ол аяқтарын қос қанатқа тіреп, өзін белбеумен үлкен қауырсындарына мықтап таңып қойды. Қарлығаш атылған жебедей зулап ұшып, ну орманның да, көк теңіздердің де, қар басқан биік таулардың да үстінен самғап барады. Жол бойы салқын желден тоңбау үшін түйме қыз қарлығаштың жылы мамығына оранып алды да, басын ғана шығарып айналаның әсем көрінісін қызықтап тамашалап отырды. Ақыры жылы өлкеге жетті-ау. Мұнда күн жарқырап, әрі аспан биігірек болып көрінді. Арықты жағалай жүзімнің жасылы да, қарасы да самсып өсіп тұр. Бақтарда лимон, апельсин де пісіп қалған. Хош иісті мирта мен жұпар жалбыз да аңқып тұр. Жол бойы балақайлар ала-шұбар көбелектерді қуалап жүр. Қарлығаш тоқтамай одан ары қарай ұша берді. Барған сайын тамаша көрініс ұлғая түсті. Көгілдір әсем көлдің жағасындағы жасыл бұйра ағаштар ортасында ескі әппақ мәрмәр сарай тұр екен. Жүзімнің шағыры ақ сарайдың биік бағаналарына жағалап өрмелей өсіпті. Ал биік шатырының астында қарлығаштар көп ұялар салыпты. Олардың бірінде түйме қызды әкелген қарлығаш та тұратын. «Міне менің үйім осы», деді қарлығаш. «Бірақ саған бұл ұяда тұру жайсыздау болатын сияқты. Одан да сен төмендегі өзіңе ұнаған әдемі бір гүлді таңда. Мен сені соған түсірейін. Сол жерде керемет өмірді кешетін боласың». «Мен сондай қуаныштымын, қуанышымда шек жоқ», деп айғай салды шынашақтай қыз алақандарын шапалақтап. Төменде мәрмәрдің ірі кесектері жатты. Бағаналардың бірінен түсіп үшке бөлінген екен.
Олардың арасында ірі ақ гүлдер өсіп шығыпты. Қарлығаш жерге қонды да қыздың гүлдің үлкен күлте жапырақшаларының біріне отырғызды. Бұл не деген ғажап көрініс десеңші. Әлгі гүлдің тостағаншасында біреу отыр екен. Өзі әппақ әрі мөлдіреген шыны секілді. Басында алтын тәжі жарқырап, иықтарына жылтыраған қанатшалары көрінеді. Ол түйме қыздан аса үлкен емес еді. Ол үлпі еді. Үлпілер әрбір гүлде өмір сүретін, әр гүлдің ішінде ер бала не қыз бала үлпі тұратын. Ал түйме қызбен қатар отырған үлпілер патшасының нағыз өзі еді. Түйме қызбен қатар отырған үлпілер патшасының нағыз өзі еді. Ах, қандай келбетті деп сыбырлады түйме қыз қарлығашқа. Шынашақтай үлпілер патшасы болса, қарлығашты көріп абдырап шошып кетті. Өзі титтей ғана болған соң құс оған үлкен алыптай болып көрінді. Бірақ түйме қызды көргенде қатты қуанды. Ол өмірінде мұндай ару қызды көрмеген еді. Сол мезетте ол ақырын ғана тәжін шешті де түйме қыздың басына кигізіп есімін сұрады. Содан кейін патша қыздан некелесуге рұқсатын сұрап, үлпілердің патшайымы және де гүлдер атаулының ханшасы болуға қалай қарайтынын сұрады. Міне, нағыз армандағы ханзада деп осыны айт. Мұны бақаның ұлы мен мақпал тонды көртышқанмен теңестіруге де болмас әрине. Қыз болса бірден келісімін берді. Сол кезде әрбір гүлден бір ер бала, бір қыз бала үлпілер шыға бастады. Бұл бір ғажап көрініс дерсің. Олардың барлығы да бір-бірлеп ұшып келіп түйме қызға сыйлық беріп жатты. Сыйлықтардың ішіндегі ең жақсысы инеліктің мөп-мөлдір үлпілдеген ұшып қанаты болды. Қос қанатты түйме қыздың арқасына орнатып берді. Енді ол да гүлден гүлге қонып ұшып үлпілдейтін болды. Түйме қыздың қуанышында шек жоқ еді. Міне, бақыт деген осы шығар. Қарлығаш болса, жоғарыдағы ұясында отырып, қос бақыттылар үшін бар өнерін салып әнге басты. Алайда қарлығаштың аздап көңілі босап қалды. Себебі ол да шынақшақтай қызға бауыр басып қалып, одан ешбір айрылғысы келмеді. Енді сенің есімің түйме қыз болмайды, деді үлпілер патшасы. Бұл есім саған сай емес. Сен өте сұлу да көркем қызсың. Біз сені енді Майгүл деп атаймыз. Қош бол деп шыр-шыр етті де қарлығаш бұл жолы жылы жақтан шалғайдағы Данияға бет алды. Қарлығаштың ол жақта кішкене ғана ұясы бар еді. Ұя ертегілерді керемет айтатын бір адамның үйінің терезесінің маңдайына соғылған еді. Қарлығаш барып, соған өзінің шыр-шыр әнін шырқаса керек. Ал біз болсақ, дәл осы оқиғаны әлгі адамның өз аузынан естіген едік. Ертегі ұнаса, лайк басуды және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі ертегіде кездескенше.